СК бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-шы сыныбының оқушысымын. Менің атым Жеңіс Қызалтынай. Және де бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз ол екі алып, тағдыр мен тағлым. Және де осы жобаның басты мақсаты ол Зейнолла Шүкіров және де Николай Островскийдің шығармашылығы мен өмір тағдырларының сабақтастығы мен үндестігін зерттеп көрсету. Осы жерде біз екі алыптың өмірлік ұстанымдарының үндесуін көре аламыз. Яғни қар толған өкпе соғып алқынылуы және де жоқ маған тыныш ұйқы жан тынымы деген яғни жылдар жылжып өлеңінен үзінділерді қарайтын болсақ, және де Николай Островскийдің и бессмысленно вечно болен, лишь бессмысленно страдать. Осы жерден біз екі тұлғалардың арасындағы, яғни өмірге деген оптимизм және де Николай Островский мен Зейнолла Шүкіровтың тағы да байланыстыратын және де сабақтастық бар тұстарының бірі ол екеуінің де яғни кітап оқуға деген құштарлығы және де сүйіспеншілігі. Мысалы, «Ничего я не любил так, как книги» және де Зейнолла Шүкіров қай кезде бұл өмірдің ұғып мәнін, қай кезде кітап оқып сыр ұққаным. Біз екі автордың өмірде қандай кезеңдерде болмасын, олар әрқашанда кітап оқуға құштарлығын жоғалтпайды деген ұстанымды көре аламыз. Және де Николай Островский мен Зейнолла Шүкіров яғни өмірлерінің жолдарында қаншалықты қиындық кезеңдер болмаса да, науқастық кезеңдер болмаса да, олар әрқашанда өмірге деген үзілмес үмітін әрі оптимизмін жоғалтпаған болатын. Осы жерде біз «Болезнь вывела меня из себя, я не мог быть среди вас» деп жазылып тұр. Және де ол кезде сәби едім, 8-де едім. Білмеймін, мен армандап, нені іздедім. Сәр төсек жаттым, әлсіз науқас батып, өмірден күдерімді тек үзбедім. Осы жерде біз осы екі адамның өмірге деген мотивациясын және құлшынысын жоғалтпауын көре аламыз. Және де екі алыптың шығармашылығындағы оптимизм. Зейнолла Шүкіров және Николай Островский осы өмірдегі қиындық кезеңдерінде болған, яғни адамды түңілдіретін өмір жолдарындағы болған жағдайларға қарамастан, адам өзінің бойындағы оптимизм әрі осы бойындағы өмірге деген махаббатын жоғалтпау деген ұстанымын көрсетеді. Яғни жылжып өте берсін жырым барда, жаспынен суымасын өз денем. Және де Николай Островский да осы жерде «Я существую» деген үзінділерден олардың, яғни қандай да кезеңдер болмасын өмірде, олар әрқашанда бүкіл яғни жағдайларға шүкіршілікпен қарайтынын көре аламыз. Үзілмес үміт және солардың барлығы, яғни атқан таңына және батқан таңына яғни шүкіршілікпен қарайтынын осы өлең жолдарынан байқай аламыз. Және де осы Құрыш қазақ Зейнолла және Құрыш адам Николай жайлы көптеген еңбектерінде олардың яғни өмірдегі тағдырлары және де сол адамдар жайлы сипаттамаларын берген кезде олар жайлы өте жақсы яғни сынаулар айтқан болатын. Өйткені олар өте мықты әрі өте дарынды адамдардың бірі болатын. Және де олар жастарға яғни үлгі тұтар адамдардың бірі болып табылады деген яғни идеологияны дәріптеген болатын. Тағдыр тәлкегіне бой ұсынбаған тұлғалар болып табылады. Және Әбілмажын Сермаханұлы Зейнолла Шүкіров жайында көптеген еңбектер жазған болған және кластың алғашқы 2-3 айында жатып қалды. Міне осыдан былай қарай Зейнолланың екінші өмірі басталды. Осы жерде біз Зейнолланың қаншалықты, яғни өмірде қандай да бір жағдайлар болмаса да, ол әрі қарайды өмірін жалғастыруға, әрі яғни мотивациясының яғни мықты болғанын көре аламыз. Және де Николай Островский жайлы да осындай сынаулар айтқан болатын. Шығармашылықтан нәр алған қайсар жүрек иелері, яғни осы жерде біз Николай Островский мен Бегімбай Ұзақбаевтың Зейнолла Шүкіров жайлы, яғни оның шығармашылыққа деген құштарлығын сипаттайды. Және де Николай Островскийдің өзінің яғни қаншалықты шығармаларды жазу немесе өлеңдер жазудағы өзінің сүйіспеншілігін сипаттап кетеді. Және де негізгі қорытындылар рухани күш-жігерді өмірге деген сүйіспеншіліктен алды. Олардың екеуі де әдебиет әлемі жылу сыйлар шырағы, идеологиясы және де теңіздің сырлы көрінісінен табиғаттан шабыт алып, және де уақытты бос өткізбей игі істерге көп рахмет.